Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтардың бірі мынау Eltem мотоциклі басқа мотоциклдермен салыстырғанда баға жағынан не үшін қымбаттау деп көбінде осы сұрақ туындап жатады. Біз соның шешімі ретінде сіздерге шамалы Eltemде тұрған запчастармен басқа мотоциклдерді салыстырып айтып кететін боламыз. Мысалы, Kickstarter'ды алып айтайық. Бұл бізде заводтан Eltemде тұрған Kickstarter'дер. Мынау жаңағы торымыз, скорость педалымыз, бұл жерде зөшкалары, мынау жаңағы Eltemдікі. Осылардан ақ көруге болады, бұлардың мысалы металының қалыңдығы, мынау жаңағы обычный мотоциклдерде тұратыны, екеуінің қалыңдығын көруге болады. Мына жерде тоже Kickstarter'ларды қараңыз, қалыңдығын, металдың сапасын. Мынадан да көруге болады айырмашылығын. Сөзімізге дәлел ретінде қазір салмағын сіздерге қосып көрсетейін. Басқа мотоциклдерде тұрғанын салыстырайық. Бұл 168 грамм. Демек, Eltem мотоциклінің запчасы сапалы, металдары қалың болып келеді. Тағы бір дәлел. Скорость педалымыз 201 грамм көрсетіп тұр. Бұл Eltemдікі. Басқа мотоциклдерде бұл 134 грамм. Сонымен қатар Kickstarter'da қазір қойып көреміз. Онда 637 грамм салмақ сатылымда арзан мотоциклдерде тұрған. Бұлар 480. Eltemде тұрғаны оригинал. Ал басқа сатылымдағылар. Қарасаңыздар, металдарында көптеген айырмашылықтар, өзгешеліктер бар. Бұл Eltemнің килосы мен өзінің Eltem деген жазуымен, ал мынау басқалардікі. Бұл да металдан қалың болады. Ал мыналарды қолмен кәдімгідей майысып тұрмын, қарасаңыз. Сол жақ көптеген бұл өзгешеліктер бар. Eltem мотоциклінің қымбат болуының бірден бір себептері оған осындай сапалы, қымбат запчастар салынады. Сапа болған жерде баға болады, ары қарай таңдау өте